Келін жыласа, бала жасық болады. Келін жыласа, бала жасық болады деп, бұрын қазақта аяғы ауыр келінді жылауға жеткізбек түгілі, қас-қабағына қарап, асына ерекше мән беріп, тосын жаман атты естіртпей, көлденең көк аттының бәрінен қорғап, барынша жүктілігін махаббатпен өткізуіне енесі ғана емес, бүкіл ауыл болып ат салысқан екен. Келіннің күйеуіне жарының аяғы ауырлады, салмағын өзін көтеріс деп азаматқа үлкен жүк артып міндет жүктеген. Оның себебі аяғы ауыр келіншек ең бірінші жұбайына арқа сүйеп, оның сүйіспеншілігіне өте зәру болып тұрады. Ал оны үлкендер білген. Ер азамат аяғы ауыр кезінде жарын сүйіп, қолдау болып, аялаған сайын іштегі бала әке мейірімін, әкенің рухани күш-қуатын анасы арқылы, анасының күйі арқылы алып мықты болып өсе береді екен. Ал бұл кезде осындай қолдауға ие болған келін өзі де құрсақ тәрбиесін жүйелі жүргізіп, дұрыс ас ішіп, табиғатпен тілдесіп, табиғаттан қуат алып, жаны сұлу, тәні мығым, дана баланы дүниеге әкелуге мүмкіндік алған. Мейлінше өзін бақылауда ұстаған. Әсіресе осы жүкті кезде әйелдің өз эмоциялық күйлерін бақылай алуы балаға өте қатты әсер етеді. Сондықтан да жүкті ана ең бірінші өзіңізді бақылап, өзіңізді басқара алуыңыз өте маңызды. Әсіресе әкелер, әжелер, ұрпағым жасық болмасын десеңіз, жарыңызды, келініңізді жылатпаңыз. 9 ай балапаныңызды баптай салыңыз. Ертең мықты бір ұрпақтың әкесі атанасыз.